Сәлем достар. Менің арнама қош келдіңіз. Мұнда жүректі тербейтін, өмірден алынған әсерлі әңгімелерді бірге оқимыз. Егер сізге де терең мағына, шынайы сезім, тылсым оқиғалар ұнайтын болса, дұрыс жерге келдіңіз. Арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Себебі алда сізді талай қызық, жүрекке жететін оқиғалар күтеді. Жақсы ене байлық, жақсы келін сыйлық атты тақырыптағы әңгімені оқитын боламын. Менімен бірге бол. Айдана жас келін. Текті әулетке түсті, жұрт қызыға қарайтын Ермек есімді жігітке тұрмысқа шықты. Бәрі ертегі сияқты басталған. Бірақ босағадан аттаған күннен бастап, Айдана өзін бұл үйде бөтен сезінді. Енесі Қаламқас апай салт дәстүрді берік ұстанатын, қатал мінезді адам. Айдана бірден байқап еді, енесінің көзі күлмейді, үнемі сынап қарайды. Шайды неге бұлай құйдың? Дастарханың жұтаң анаң үйретпеп пе? Сөздері жылы болғанмен астарында мұздай суық бар. Ермек анасы мен әйелінің арасында бейтарап. Келінін қорғамайды, анасын ренжітпейді. Күн сайын Айдананың жүрегі сынып бара жатты. Енесінің әр ескертуі, әр қадамы жанын қажай берді. Бірақ Айдана үндемеді. Жұртқа сыр бермеді. Бірақ бұл тыныштық көпке созылмайтынын ол да сезіп жүрген. Сол бір таң ерекше ауыр басталды. Қаламқас апай ас үйде отырған. Айдана оянған бетте үй жинап, таңғы ас дайындауға асықты. Асығып жүріп, дастарханға балдың орнына қант қойып қойғанын байқамай қалды. Бұл не масқара? Деп қатты шықты енесі. Ермек бал жейтін еді ғой. Осы үйге келгелі бір рет болса да дұрыс шай бердің бе? Айдана үнсіз тұрды. Тіліне келген сөздер бар еді, бірақ жұтып қойды. Қалбалақтап балда келді. Бірақ Қаламқас апай ашуын баса алмады. Сен келін емесің. Қонақсың. Бірақ тым ұзақ қонақ болдың. Айдана сілейіп тұрып қалды. Сол сәтте Ермек бөлмеден шығып, жағдайдың куәсі болды. Бірақ әдеттегідей. Анашым, ашуланбаңыз. Айдана әдейі істемеген ғой деп жай ғана басу айтты. Бірақ дәл сол сәтте Айдананың ішінде бір нәрсе үзіліп түскендей болды. Тыныштықпен төзіп келген жанының шегі сынып көзінен жас ышып кетті. Бұл екеуі ара алғашқы ашық жанжалдың бастауы еді. Айдана жылап жатып алғаш рет шешім қабылдады. Мен өзімді жоғалтып алмаймын. Бұл үйге тастай салынған мүсін емес, адам болып келдім. Сол күннен бастап келін де ене де өзгерді, бірақ әрқайсысы өзше. Қаламқас апай енді келініне бұрынғыдай айқайламайтын болды, бірақ суық қабақпен қарап, іштей, бұрынғы келіндер бұлай істемейтін еді деп жиі күрсінетін. Айдана бұрынғыдай жалбақтамай, сабырмен өз шаруасын атқаратын. Бірақ көңілінде салқындық пайда болды. Ол салқындық біртіндеп қатып бара жатқан мұзға айналды. Бір күні кешке тамақ үстінде Қаламқас апай: Ермек, ертең нағашыларыңа бару керек. Айдана қалсын, үйде жұмысы көп деді. Айдана тұнжырап қалды. Бұл алғаш емес. Бірақ Ермек үндемеді. Сол сәтте келін мен ене арасындағы ең терең шекара сызылып жатқан еді, көрінбейтін, бірақ өте өткір. Олардың арасындағы қарым-қатынасы енді құр сыпайылық шеңберінде ғана өмір сүретін болды. Бірақ бұл үндемеу шешім емес. Бұл тек дауыл алдындағы тыныштық еді. Айдана бұл үнсіздікке ұзақ төзді. Бірақ бір күні, күнделікті шай үстінде, Қаламқас апай тағы да тік мінез танытқанда, Айдана алғаш рет сабырмен, бірақ нық дауыспен: Апай, мен сізге қарсы келмеймін. Бірақ мен де осы үйдің бір мүшесімін. Үнемі мені шеттетіп, ұрсып, жоққа шығара бергеніңіз жанымды ауыртады деді. Үстел басы тып-тыныш болып қалды. Ермек таңырқап қарап отыр. Қаламқас апайдың қолындағы шәйнек сәл дір ете қалды. Мен сізді ренжіткім келмейді. Келін болу мен үшін тек қызмет емес, отбасы болу. Бірақ мен де адаммын, менің де сезімім бар. Сізбен сырлас келін болғым келеді, қарсылас емес деді, Айдана көзіндегі жасын жасыра алмай. Қаламқас апай үндемеді. Бірнеше минут өтті. Сосын ауыр күрсініп: Мүмкін. Мен шектен шығып жүрген шығармын деді. Кешір, қызым. Бұл сөз Айдана үшін күтпеген еді. Бірақ дәл сол сәтте, екі жүректің арасына орнаған мұз ири бастады. Ене мен келін арасында татулық болу үшін біреуі емес, екеуі де ниет білдіруі керек. Ал ниет мейірімнен басталады.
Айдананың жан сыры мен Қаламқастың алғаш рет ашық мойындауы бұл отбасының жаңа кезеңінің бастауы болды. Сол күннен кейін көп нәрсе өзгерді. Қаламқас апай бұрынғыдай осып сөйлемейтін болды, тіпті кейде ас үйде бірге отырып шай ішіп, екеуі күлісіп қалатын кездер көбейді. Бір күні Қаламқас апай Айданаға өзі пісірген бауырсақты ұсынып тұрып: "Мен жас кезімде енеме қарсы шыға алмай, іштей қатайып кеткем. Сол қатыгездік саған да өткендей болды. Бірақ сенің сабырың мен шын ниетің мені оятты" деді. Айдананың жүрегі шым ете қалды. Бұл көптен күткен жеңіс емес, жақындықтың жемісі еді. Көп ұзамай Қаламқас апай келінімен бірге дүкен аралап, баланың киімін таңдауға бара бастады. Тіпті Айдана енесіне өзінің кәсібі туралы, армандары жайлы бөлісіп отыратын болды. Олар енді тек ене мен келін емес, екі әйел, екі дос секілді еді. Айдана жүрегінен түскен ауыр жүктің орнын шүкіршілік басты. Өмірде кейде бір ауыр жылы сөз, бір қадам жақындау бүкіл жылдарды өзгерте алады. Айлар өтті. Айдана мен Қаламқастың арасындағы байланыс бұрынғыдан да тереңдей түсті. Екеуі бір-бірін түсініп қана қоймай, өмірлік серіктеске айналды. Қаламқас апай келінін туған қызындай көріп кеңесін аямады, ал Айдана енесінің ақылын жүрекпен тыңдайтын болды. Бір күні үйге қонақтар келді. Айдана ас үйде шапқылап жүріп, Қаламқас апайға қарап: "Апа, дастарханға салатын бауырсақ пісіп тұр. Тұздығын қарап бересіз бе?" деді. Қаламқас апай жымиып: "Сен енді менен де асып түстің, Айдана, бүгінгі енең, ертеңгі сен. Бұл өмірдің заңы" деді. Ол сөз Айдананың жүрегіне терең орнықты. Шынында да бүгінгі келін, ертеңгі ене. Егер қазір жүректен шыққан сыйластық пен түсіністік болса, ол ертеңде жалғасады. Сол кеште екеуі бірге отырып шай ішті. "Қаламқас апай, сенің сабырың мені өзгертті, қызым. Әр әйел өзінің орнына лайықты бола алады, егер жүректе мейір бар болса" деді. Айдана көзіне жас алып: "Сіз маған ана болдыңыз. Мен сізден тек сынақты емес, шексіз сүйіспеншілікті де көрдім, апа." Сол сәттен бастап бұл үйде ұрпақтар үндестігі қалыптасты. Ене мен келін қарсыластар емес, бір мақсаттағы екі жүрек екенін дәлелдеді. Бүгін үй ерекше қуанышқа толы. Айдана мен жұбайы перзентханадан тұңғыш нәрестесін алып келді. Қаламқас апа немересін алғаш көргенде көзіне жас алып үнсіз қалды. Бұл жас қуаныштың, тағдырды жеңген махаббаттың, жаңа өмірдің жасы еді. Айдана сәбиді енесінің қолына ұстатып тұрып: "Апа, бұл сіздің де жеңісіңіз" деді. Қаламқас апа сәби жүзінен көз ала алмай, жай ғана: "Мен саған бір сыр айтайын ба, Айдана?" деді жұмсақ үнмен. "Бұрын менің де енем болды. Өте қатал адам еді. Ол кісінің қаталдығы менің жүрегімді қатырып жіберген. Сол қатып қалған жүрекпен мен де келінімді қарсы алғанмын сені." Айдана үнсіз тыңдап отырды. Бұл сөздер енесінің жүрек түбінен шығып жатқанын білді. "Бірақ сенің мейірімің мен сабырың мені ертіп жіберді. Кейде келінді өзгертуге тырыспай, өзің өзгеру керек екен. Міне осыны сен маған үйреттің" деді Қаламқас апа. Айдананың жанары жасқа толды. Ол енесінің қолынан ұстап: "Ең маңыздысы, біз түсіністікке жеттік, апа. Бүгінгі біздің бақытымыз кеше екеуміздің сабырымыздың нәтижесі." Немере жымиып жатқандай көрінді екеуіне. Бәлкім, бұл сәбидің де осы жылы шаңырақта шаттықпен өсетінінің белгісі еді. Үй ішін тыныштық пен шаттық биледі. Ене мен келін өмірлік серікке, сырласқа, тірекке айналған. Айдана бір күні бала бөлмесін жинап жатып, шкафтың жоғарғы жағынан кішкентай ағаш қорап тауып алды. Қораптың ішінде ақ қағазға әдемі жазумен жазылған хат. "Бұрышында: Айданаға, немерем Үмітке оқып берерсің. Қаламқас" деп тұр екен. Айдана жүрегі лүпілдеп, хатты ақырын аша бастады. Хат: "Қызым Айдана, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, мен бұл өмірден өз жолыммен кетіп, артқа тек жүрек сөзімен жазылған шындықты қалдырдым деген сөз. Бұл хат кешірім, алғыс және аманат. Сен үйге алғаш келін боп түскенде менің жүрегімде тас көп еді. Ол тастар өткенім, өкінішім, өзім көрмеген мейірімді сенен талап еткен менің қатем болатын. Сен үндемедің. Сен қарсы келмедің. Сен тек жүрекпен қабылдап, сол жүрекпен мені жеңдің. Сен келін емес, менің қызым болдың. Сені көрген сайын мен өз жастығымды,
Қателіктерімді түзелуге деген үмітімді көретінмін. Немерем Үміт біздің өмірімізге келіп, шынайы өзгерістің нүктесін қойды. Оның есімі біздің әулеттегі жаңа дәуірдің басталғанның белгісі. Айдана, сен мықты әйелсің. Сен нағыз анасың, сен бұл әулеттің жүрегісің. Үмітке менің атымнан айт, енесі мен келіні бір-біріне жау емес, жүрек жарасын емдейтін екі жарты екенін. Кешір мені. Және рахмет, бәрі үшін. Мейірім, мен сені енді сүйе білген енем Қаламқас. Айдана хатты оқып болғанда көзінен жас парлап кетті. Үміт әлі кішкентай болса да, анасының құшағында мейірімге бөленіп отыр. Айдана күлімдеп: апаңның сөзі сені өмір бойы қорғайтын болады, Үмітім. Бір отбасы, бірлік, бір жүрек. Осылайша келін мен ене арасындағы бір заманның жанжалы бір ұрпақтың жарасымына айналды. Сау болыңдар, достар. Бүгінгі әңгімені тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Егер жүрегіңізге жетсе, пікір қалдырып, өз ойыңызды бөлісіңіз, сіздің қолдауыңыз мен үшін маңызды. Арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Келесі әңгімеде қайта қауышқанша аман болыңыз, шабытпен өмір сүріңіз.